Қайырлы күн. Күнен сәтті өтсін. Мен Түркістанға келсем Кентауға. Апам мен анам Шымкентке шығып кеткен ғой. Ой, осылай. Ал күндерің сәтті өтсін. Ё-майо! Түркістан дамып кетті ғой. Мен қазір Кентау қаласындамын. Кентау қаласында достар, ең бірінші менің бизнесім Жомарт досым екеуміз ашқан бизнес Enjoy мороженое. Осы жерде мороженое сататын боламыз. Міне вафельный мороженое. Ат жазып беруді ең бірінші біз шығарған болдық 3 жыл бұрын. Enjoy. Яқта кіретіміз, ішінде өзіміз дайындайтындығымыз. Мына жерде видеоға түсіретіндім 15-20 дегендерді. Миым асып кетті. Сағыз кетті ғой. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, қымбатты достар, қалайсыздар, амансыздар ма? Бізде міне Алматыда ауа. Міне енді өз-өзіне келді. Енді осы күн шығып келе жатыр. Енді күнде осындай болса, вообще дерзк болады. Ал қымбатты достар, күндеріңізге сәттілік тілеймін. Кешке біздің Сержан Братан сериалының жаңа сериясы YouTube қосылатын болады. Сондықтан күтіңіздер. Міне қымбатты достар, Алматыда ауа райы енді жылып келе жатыр. Мына жақтау. Бұл жақта Нұрлы тау бизнес-центр. Оқты тау теріс көрініп тұр ма? Күндерің сәтті өтсін. Енді күнде осылай болса ғой. Бітті да Алматы. Мына жерге обзор жасай жүрейін өзім аудиыма. Біріншіден мынау заводская Алькантара. Енді өздеріңіз көріп тұрсыздар, 3 слойдан алған. Мынандай цветпен, және де мынандай цветпен, міне. И мынандай 3 цветі бар. Енді необычный заводской сондай цветпен келген. Ол бір, екіншіден мынада міне, қарасаңыздар, мына. Көрдіңіздер ме, тартып алды. Естілді ғой, міне, қайттан. Міне тартып алды. Бұл екі, бұл да комплектацияларды айтып беріп жатырмын негізі. Өте қымбат комплектациялар бар. Аудиоларды қарасаңыздар, новый аудиоларда люк болмайды. Бұда люк бар. Міне, ол бар. Және де айта кететін 3-ші, 4-ші сенсор мына жер. 5-ші. Және де мына жерде проекция бар. Қандай километрмен кетіп баратқан, қандай скоростьпен кетіп баратқан мына жерде көрсете алады. Мына жерге қараудың не обязательно, мына жерге қараудың қажеті жоқ. Ана мына лабойдан қандай скоростьпен кетіп баратқан көрінеді ана. Көрдіңіздер ме? 0 болып тұр ана. Қал жүрген кезде уже өзгере береді сандар. Түсінікті ойда мынау өз отражениемен көрсетіп тұр. Ол бар. Және де айта кететін, мынада эконом режим бар. Бір светофорға барған кезде тоқтап қаласын, өз өшеді автоматически. Өз өшеді, и жүрген кезде қайттан автоматически қосылады. Оны Audi болмаса машина түсінетіндер біледі, новый машина айдағандар. Мынада сол нәрсе бар. Міне новый аудиоларда мынандай бар, міне көрдіңіз бе? Керек болса шығарып қоясыз, керек емес болса обратно бит кіргізіп қоя саласыз. Міне. Обратно міне. Бұл бір несі ең жақсысы, бұл да 3 объем. Объем негізі, объеммен бөлінеді. Audi деген 2, және де 3 деген нәрсе бар. Объем жоғарылаған сайын қымбат болады. Мынау 3. Бүкілі бұл заводской фирмадан заказ берілген комплектация. Айтып жатқан Қазақстанда бұндай комплектация жоқ. Сол үшін сұрастырсаңыздар болады. Міне мынандай цветпен енді мынаның салоны бір жақсы әдемі. Жоқ нәрсеңіз жоқ. Мен S-классындағы жоқ нәрселер мынада бар. Бір сөз бар. Бір сөзбен айта салайын. S-классым қайда, мынау қайда. Соның өзінде мына комплектациясы мықты. Қанша дегенмен енді үйді қымбат и аудиода қымбат. Қалағандарыңыз енді өздеріңіз қарайсыздар, Сіздерге обзор жасадым. Енді
мынаның мешалкасы еще мына айта кететін мынандай Шалка 3D. мынау мешалка 3D өте жақсы, музыкасы керемет шығады. Музыкасын өздеріңіз көргендей, бұл қымбат машиналарда орналасқан. Музыкасы керемет, бұндай музыка бұл редкі машина. Мерседес және де қымбат аудиоларда ғана болады. Барлығыңызға сәттілік. Міне обзор жасадым, өздеріңіз көргендей, міне салонда жақсы, короче. Скоро бір адамды қуантады бұл машина. Ал, шай ішіп болдық. История түсіру үшін не істеп жатыр жігіттер? Әр бөлмеде әр түрлі тема істеп. Ахом мына жақта, Әлшер мына жақта бірдеме деп отыр қазір. История түсіру оңай емес, достар. Қазақстан андай машина бар ма еді? Ебай, қайсысы шығып кетті? Мерседес ба? Бауырым Выхлоптың әкесін қойды. Енді ана Алматыда пақ-пақ деген дауысты естісеңіздер, значит, Әлшерге барды деп елестете беріңіздер. Қазір су шығашайын тұрмаса. 5 жата тұрам, оят ше. Ұйықтамайын, просто жата тұрам. Брат, 10 минут болды ровно. Тұрсай. Бармаймын, ұйықтаймын, ауырып отыр десіз. Allez maintenant tous ensemble, à gauche, à droite. Жаным, ренжімеш, бүгін мен сені айдай алмайм. Бүгін Дилоктың Аудиін айдайм. Бүгін қалада Дилоктың Аудиімен комфорт чисто. Вы знаете, да, что Mercedes и BMW и Audi олар немецтер қандай. И скорость қада, и комфорт қада мықты болатын білесіздер. Қазір сіздерге скорость көрсететін болам. Ал пока Дилокқа вопрос машинаң туралы. Любой сұрақ қойшы. Давай, жалпы қалай ойлайсың? Қай жақтың адамы ұтады деп ойлайсың осы машинаны? Может, Шымкенттің адамы, может, Түркістандың адамы. Шымкент Түркістан ұтады деп ойлайсың да? Сен не деп ойлайсың? Меніңше, қай жақтың адамы көп қатысады, сол ұтады деп ойлаймын. Келесі сұрақ. Мына Audi Садырдың 70-кісімен жарысса жеңе ма? Как говорила моя бабушка, бүгін рульде отырсаң, ертең оң жақ артында отырасың деген. Сол рас екен. Жәке, срочно бір жақын жерден магазин болса тоқтайсаңыз, Как говорила моя Аташка, когда сен алдын отырасың, всегда алдын отырасың деген. Сен Аташкаң нефтем айтқан ғой негізше. Абайлап, осы жерде де жаман-жаман ямалар бар. Қосаша, тебе пешкі. Пешкін қосса жүріңізші, теледен Бұл телеақырайтылдың ғой енді. жігіттермен жақсы жағынан тиісті тамақ ішіп келдік. Жәке, ас болсын. Жақсы жағынан қойшы, қандай артық жақ. Ай, давайте ас болсын. АМГ, С63, АМГ, кеттік, СК, баста. Еғырғыш! Мен мұрнына неше секунд шырап тұра алатындай жеретін боламын.